Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай холодец жасайтын боламыз. Холодец жасауға керек заттардың барлығын осы видеоның астынан описаниеден көре аласыздар. Жақсылап тазаланған сиырдың пақайын су құйып осылай бір қайнатып аламыз да, суын төк тастап, қайтадан су құйып қайнататын боламыз. Одан кейін 2 сәбіз пияз салып жердім және қойдың етін салып жердім азырақ. Холодецтің дәмін жақсарту үшін бұл қосу керек. Одан кейін еттен шыққан көбіктерін аламыз. Одан кейін лавр жапырағын және қарабұрыш қосамыз. Бұл холодецке өте жақсы дәм береді. 5-6 сағаттай қайнатамыз. Осындай етіп чеснок езетінен чеснокты да өткізіп аламыз. Бұл чеснокты міндетті түрде қосу керек холодецке. Холодецке өте жақсы дәм береді. Бұл чесноктарды холодецті сәндеу үшін осылай кесіп жатырмын. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Басқа ішіне үйде не бар, соны укроп, петрушка қоссаңыздар болады. Сәбізді турап, әдемілеп. Мен чесноктарды осылай жүрекше етіп кестім. Сәбізді соломка етіп кестім және кинзаның жапырақтарымен сәндедім. Міне достар, осындай етіп өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Үйде бар заттармен өте әдемі көрінетін болады. Қонақтарға қойсаңыздар да болады, қонақ шақырғанда. Мен бұл жолы еттің бәрін осылай майдалап турадым. Негізі ет тартқыштан өткізіп қосып жіберсеңіздер де болады. Егер ет тартқыштан өткізетін болсаңыздар, мына астындағы чеснок, сәбіздер дұрыс көрінбей қалуы мүмкін. Сол үшін де осылай жасадым. Мен осылай майдалап турадым. Егер бұндай сәндеудің қажет жоқ болса, барлық затты ет тартқыштан өткізіп, жаңағы сорпасына араластырып, құйып, осындай ыдыстарға құйып қойсаңыздар, онда ол басқаша шығады. Және әдемі формада шығу үшін осындай кекстің қалыптары бар менде. Мынау роза гүлдің қалпы, осыған салдым. Осындай жұлдызша тәріздес кекстің қалпы бар, осыған жасадым. Барлығын әсемдеп, салмаларын салып болған соң, жаңағы сорпасын осының үстіне құятын боламыз. Холодильникте 4-5 сағаттай қатқанша тұру керек. Қатқаннан кейін формаларынан шешіп алатын боламыз. Міне достар, біздің холодеціміз дайын болды. Өте дәмді шықты. Осы менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Бұл холодец деген өте кальцийге бай тағам. Егер видео ұнаған болса, подписка жасап, лайк басуды ұмытпайық достар.